масло дейміз, зәйтүн майының кішкентайы мынау 250 граммдығы шамамен 600-700 теңге 2 литр. Біз осыны аламыз. Бұл 3,5 мың теңгеге шамалас. Мынау еріш 10 шамамен 280 теңге дейгі килограмм. Мынау сұйық май, бір жерде су май, бір жерде пісте май, бір жерде шемішке май. Солтүстік жақта подсолнечное масло 20-95 шамамен 1150 теңге шамасында литрі. Макарондар, бұлар енді ең қымбаттар, килограммы 350 теңгенің шамасында. Мына жерде 250-300 теңге. Мыналар бұлар 200 теңге. 1 литр сүт 350 теңгенің айналасында. Помидор, қиярлар 250 теңгенің айналасында. Мынау неде? Лимонда. Сол 200 теңгенің айналасында болады, 220 теңге. Лимон өте арзан. Килограммдар. Алма примерно 250-280 айналасында, 300-ге дейін. 350 апельсиндер килограмм. Сәбіз 220 теңгенің айналасында килограмм. Так, жасыл бұрыш, болгарский перец 450-500 теңгенің айналасында, 500 теңгенің айналасында. Мынау сәл қымбаттау екен, 600-700 теңгенің айналасында. Мына жақта пияз 2 лира 120 теңге. Мынау да тура сондай. Картошка 120 теңге килограмм. Баклажан 450-500 теңгенің шамасында. Капуста мінеді үлкен. Мына капусталардың килограммы 120 теңге. Мына капустаның килограммы 150-170 теңгедей. Мына капуста. Асқабақ 150 теңге. Шамамен айтып отырмын. Мандарин шамамен 300 теңгенің айналасында. Алманы айттық. Ол да 300 теңгенің айналасында. Киви 700-800 теңгенің айналасында. Гранатаның килограммы 400 теңгенің айналасында. 500 теңгенің айналасында. Алмұрт. Күріш килограммы 550, 450, 500, 600 теңгеге дейін. Болды, енді 2 күн үйде жатамыз тып-тыныш.